Атақтан келгенге дейін ол өзін сатушы, ыдыс жуушы, тазалаушы, бармен, тіпті бизнесмен ретінде де сынап көрді. Сәлем достар, сіздермен бірге драма тайм. Өздеріңіз байқағандай, бүгін біз Мадонсок жайлы қызықты фактілер мен өмір баянымен бөлісетін боламыз. Басқа да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, қазақша контентті қолдап кетсеңіздер, біз үшін өте керемет сый болар еді. Оның өмір туралы қызықты мәліметтерді ашамыз. Оңтүстік Кореяның актерлері өте танымал және өз отанында ғана емес, оның шекарасынан тыс жерлерде де сұранысқа ие. Олардың көпшілігі тіпті Голливудта да түсірілген. Дегенмен бұл жұлдыздардың ішінде Мадонсок көптеген әртістерінен сыртқы келбетімен ерекшеленетін актер. 1971 жылы 1 наурызда Оңтүстік Кореяның астанасы Сеулде дүниеге келген. Бала бүкіл балалық шағын туған елінде өткізді. Ал 19 жасқа толғанда ата-анасы американдық азаматтығын алып, жас жігітке жақсы өмір сүру үшін олмен бірге Америка Құрама Штаттарына көшуді ұйғарды. Поезд Пусан фильмдегі рөлі оған бүкіл әлемге танымалдылық берді. Дәл осы толықметражды фильм шыққаннан кейін Донсоктың жанкүйерлер армиясы тез өсе бастады және онымен бірге оның адамға деген қызығушылығы арта түсті. Біз сізді осы оңтүстік кореялық жұлдыздардың өмір баянынан оның белгілі фактілерімен танысуға шақырамыз. Оның шын есімі Ли Донсок, бірақ батыста актер Дон Ли деген атпен танымал. 15 жасында ол алғаш рет Сильвестр Сталлонемен бірге Рокки фильмін көрді. Содан кейін ол осы спорттың нағыз кәсіпқой болу үшін бокспен айналыса бастады. Актер өте кедей отбасында дүниеге келгендіктен ешбір жұмыстан тайынбаған. Марк Коу мен Кевин Рэндуан сияқты кәсіби спортшылардың жеке жаттықтырушысы болған Мадонсок болды. 19 жасында ол Колумбия мемлекеттік университетіне түсіп, дене шынықтыру және денсаулық сақтау факультетіне сәтті аяқтады. Оңтүстік кореялық актерлердің көпшілігімен айырмашылығы Ма киноға есейген шағында келді, яғни 33 жасында ғана. Қылмыстық қала фильмінде Донсок басты кейіпкерлердің бірінің бейнесін сомдап қана қоймай, сонымен бірге осы фильмнің продюсер ретінде әрекет етті. Пусанға баратын поезд фильмінде қосалқы рөлінің арқасында актер беделді сыйға ие болды. 2016 жылы Мадонсок фитнес жаттығушысы Ие Сон Хвамен кездесіп жүр. Жас айырмашылығы 17 жас. Қылмыс қаласы фильм түсіргеннен кейін актер баспалдақпен көтеріле алмайды. Оның себебі түсірілім кезінде алған ауыр жарақатында жатыр. Сондай-ақ екі қолынан, тізесінен және омыртқасынан бірнеше рет ота жасауға тура келді. Мадонсок әріптестерінің көпшілігінен тек қана бір дене бітімі ғана емес, сонымен қатар тамаша шығармашылық табысымен ерекшеленеді. Өйткені оның қатысуымен өткен әрбір жоба жоғары рейтингке ие. Ал оның жанкүйерлері актерді әлі талай тамаша рөлдер күтіп тұрғанына сенімді. 2011 жылы ол Шустрый экшн комедиясында түсіруге шақырылды. Содан кейін ол Безымянный гангстер фильмде пайда болды. Бұл жолы басты кейіпкердің бірінің бейнесін сомдады. Безымянный гангстер оңтүстік Кореяның мафия мәдениетінің өркендеуімен және полицияның заңсыздығын еске қалған 90 жылдарда оқиғаларға негізделген. 2012 жылы Мадонсок оңтүстік Кореяның Соседи фильмінде бұрынғы алаяқ және несие акуласы рөлін ойнайды. Оның фильмдегі жұмысы оған екінші планда ең жақсы актер номинациясын сыйға берді. Соседи сәтті болғаннан кейін актерға туған елінде көптеген ұсыныстар түсіп, оның қатысуымен фильмдер шығарыла бастады. Тек 2013 жылдың өзінде оның қатысуымен 10 жоба шығарылды. Олардың ішінде Вирус, Грубая игра экшн фильмі және Дон Ли басты рөл атқарған Киллер триллері шықты. 2014 жылы шыққан Один за другим фильмде Канн кинофестивалінде Еуропа және Жерорта теңізі кино сыншылары федерациясының үздік фильм жүлдесін жеңіп алып сәтті болды. Суретшінің мансабындағы тағы бір маңызды жоба Плохие парни телехикаясында гангстер рөлін ойнап шықты. Фильм маньякты ұстау үшін сериялы өлтірушілер және қарақшылардың бір командаға біріккені туралы баяндайды. Қылмыстық триллер 4 маусымға созылды және жақсы пікірлер алды. 2016 жылы Мадонсок зомби апокалипсис туралы Поезд Пусан фильмінде жолаушылар зомбиге айнала бастаған кезде жүкті әйелмен пойызда келе жатқан Сонхваның рөлін сомдайды. Фильм сыни пікірлерге ие болды және халықаралық аудиторияны тартты. Нәтижесінде Донсок екінші пландағы үздік ер адам номинациясын жеңіп алды. 2018 жылы Дон Ли Бешеный бык қылмыстық драмасында соғыс жолына түсуге мәжбүр болған базарда балық сататын бұрынғы қарақшыны ойнады. 2019 жылы Гангстер Коп және Дьявол экшн фильмі атышулы қылмыскер және полиция қызметкерлерінің ынтымақтастығы туралы режиссері және сценарий Ли Фонте түсірген фильмде бұл шыңдалған гангстер сомдайды. Видео ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.
Назарларыңызга рахмет.